Сәлеметсіңдер ме балалар, 56-шы сабақты талқылайық. Сабақтың тақырыбы тұрлаусыз мүшелер. 21-ші жаттығу мәтінді тыңда. Алматыдағы Абай атамыздың ескерткішінің авторы Қазақстанның халық суретшісі Хакімжан Есімханұлы Наурызбаев. Ұлы Отан соғысы жылдары республикамыздың үкіметін басқарған Нұртас Оңдасынов Қостанай облысын іссапармен аралай жүріп, Ұзынкөлге де соғады. Аудан басшысының кабинетінде саз балшықтан жасалған әртүрлі мал пішіндеріне көз түседі. Мұны жасап жүрген кім дейді бірден. Сөйтсе олардың иесі Хакімжан есімді балаң жігіт екен. Оқуға жүр дейді. Ол үйде жұмыс істейтін өзі ғана екенін, анасы мен жас бауырларын тастап кете алмайтынын айтады. Нұртас аға Алматыға оралысымен Хакімжанның отбасына мемлекет тарапынан жағдай жасап, өзін Мәскеу көркемсурет училищесіне оқуға жібереді. Хакімжан аға мүсін өнерінің хас шебері еді. Мәтіннің авторы Тілеуберді Меңдешұлынан. Енді төмендегі тапсырмаларды бірге орындайық. Мәтін кейіпкері саған ұнады ма? Маған мәтін кейіпкері Хакімжан Есімханұлы Наурызбаев өте ұнады. Оның қай қасиеті ұнады? Маған оның еңбекқорлығы, таланты және қиындыққа мойымауы ұнады. Ол жастайынан өнерге бейім болып, отбасы жағдайына қарамастан өз еңбегімен танылған. Хакімжан ағаны мүсін өнерінің хас шебері деп неліктен айтады? Ол көптеген әйгілі ескерткіштердің авторы болған. Мүсін өнерін жоғары дәрежеге көтеріп, осы қазақ халқының мәдениетіне зор үлес қосқан адам. Сондықтан оны мүсін өнерінің хас шебері деп атайды. Наурызбаевтың басқа мүсіндік шығармалары Абай Құнанбайұлының ескерткіші, Жамбыл Жабаевтың мүсіні және басқалары бар. Міне суреттері де бар екен. Енді келесі тапсырма 22-ші жаттығу. Тиісті тыныс белгісін қойып, сөйлемдерді көшіріп жаз. Нұртас аға Ұзынкөлге келді. Үтір. Ол Хакімжанға көмектесті. Үтір. Оны Мәскеуге оқуға жіберді. Қарамен берілген сөздерге сұрақ қой. Ұзынкөлге. Қайда? Хакімжанға. Кімге? Мәскеуге оқуға. Қайда? Не істеуге? Деген сұрақтарды қоюға болады. Сөйлемдегі бастауыш пен баяндауыштан басқа сөйлем мүшелерін тұрлаусыз мүшелер деп атайды. Оларға қандай, кімге, неге, қашан, қайда тағы басқа сұрақтар қойылады. 23-ші жаттығу. Суреттерге қара, астындағы сөйлемдерді оқы. Тоқылдақ тоқылдатты, тырна ұшты, кеме жүзді. Және төмендегі сұрақтарға бірге жауап берейік. Соңғы сөйлемде қандай сөз түсіп қалған? Ол сөйлемнің қандай мүшесі? Өз жауабыңды түсіндіріп айт. Соңғы сөйлемде жүзді сөзі түскен. Бұл баяндауыш. Кеме сөйлемінде іс-қимылды білдіретін сөз жоқ, яғни не істеді деген сұраққа жауап бермейді. Сондықтан түсіп қалған сөз баяндауыш болады. Осы сөйлемдерге тұрлаусыз мүше қосып жазайық. Тоқылдақ ағашыда тоқылдатты, тырна аспанда ұшты, кеме теңізде жүзді. Тұрлаусыз мүшелер бұл жерде ағашта, аспанда, теңізде. Ал тоқылдақ, тырна, кеме бұл жерде бастауыш. Осымен берілген тапсырмалар аяқталды. Тапсырмалар түсінікті болса, сау болыңдар балалар. Келесі видеоларды көру үшін менің каналыма тіркелуді ұмытпаңдар.